Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында жасалатын осындай чоко-пайлардың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа алдымен жұмсақ сары май және қант салып, екеуін біріктіреміз. Кейін жұмыртқа және шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді жылы сүт құйып, тағы да араластырамыз. Ұнымыздың алдымен жарты бөлігін електен өткізіп салып, кейін қопсытқыш салып араластырамыз. Енді ұнымыздың қалған бөлігін салып, жақсылап араластырамыз. Осындай қоюлау қамыр шығуы тиіс. Енді осы қамырымызды кондитер қапшығына саламыз. Егер болмаса, салафанға салса да болады. Формамызға пергамент қағазын салып, майлаймыз. Бірақ ол міндетті емес, майламай қойсаңыздар да болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамырымызды домалақ етіп, пергамент қағазының үстіне қойып шығамыз. Томпайып тұрған бет жағын қолымызды сулап, осылайынан түзеп жіберсеңіздер болады. 180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 10-12 минутқа жібереміз. Оған дейін желатиніміздің үстіне салқын суымызды құйып, жақсылап араластырып, көтерілгенше қойып қоямыз. Міне біздің бисквиттеріміз пісіп шықты. Піскенін ағаш таяқшаның көмегімен тексерсеңіздер болады, немесе қолмен басып көрген кезде жұмсақ болуы тиіс. Енді ортасында болатын маршмеллоуды дайындаймыз. Ол үшін табаға алдымен қант және су құйып, жақсылап араластыра отырып, отқа қойып, шамамен 30 секунд 1 минуттай араластыра отырып қайнатамыз. Желатинімізді су моншасында ерітеміз. Шұңғылдау ыдысқа желатинімізді бірден ыстық күйінде салып, миксердің көмегімен араластыра отырып, жаңағы қантты массамызды да ыстық күйінде ақырындап құя отырып араластырамыз. Осылай массамыз ағарып қоюланғанша миксердің көмегімен үздіксіз 9-10 минут араластырамыз. Міне біздің массамыз осылай қоюлануы керек. Енді жаңағы массамызды кондитер қапшығына салып, бисквиттеріміздің бір жақ бөлігіне жағып шығамыз. Шамамен 1 минут уақыт өткеннен кейін екінші жақ бетін ақырындап жауып шығамыз. Себебі, егер сіздер екінші жақ бетін бірден жабатын болсаңыздар, маршмеллоу әлі сұйық болғандықтан сыртына ағып кетеді. Үстінен қатты баспай, ақырын ғана қойсаңыздар жеткілікті. Енді шамамен 30 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. Оған дейін шоколадты ганаш дайындаймыз. Ол үшін табаға алдымен қант пен какао ұнтағын салып, біріктіреміз. Кейін сүт құйып араластырамыз. Енді табамызды отқа қойып, қасықтың көмегімен осылайынан араластыра отырып, массамыз осылай қайнай бастаған кезде бірден оттан алып, сары майымызды салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Міне біздің шоколадты ганашымыз дайын. Кейін ганашымыз суығаннан кейін ыңғайлы болу үшін кішірек ыдысқа құйып алдым. Енді видеода көрсетілгендей чоко-пайларымызды осы шоколадқа батырып аламыз.
Негізі шоколадты ганаштың осы рецебімен жасауға кеңес бермеймін. Себебі шоколад қолдарыңызға жабысып, ыңғайсыз болады. Сол себепті кілегеймен жасалатын ганашты жасауға кеңес беремін. Менде кілегей болмағандықтан тез-тез үйде бар заттармен осылай жасауды жөн көрдім. Кілегеймен жасалатын глазурдың рецептісін описанияға жазып кетемін. Міне достар, біздің үй жағдайында жасалатын чокопайларымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ажар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.